Жақсы студенттер, орныңыздан тұрайық, барлығымыз амандасып алайық. Саламатсыздар ма? Отыра қойыңыздар, жақсы. Жақсы студенттер, сабағымызды бастамас бұрын ең алдымен топқа бөлінеміз. Мына жерде қағаз қиындылары жазылған. Әр қағаздар номенклатура, алкандар, изомерлер деп жазуымыз бар. Яғни осы қағаз қиындыларын таңдау арқылы 3 топқа бөлінеміз. Келе қойыңыздар. Бір-бірден аламыз. Атаулары жазылған, сол атау бойынша орнымызды ауыстырып отыра қойыңыздар. Және мына қағаз тастамаймыз. Қазір сабақтың соңында керек болады. Номенклатура бірінші топ, екінші топ алкандар, үшінші топ бізде изомерлер тобы болып, 3 топқа бөлінді. Студенттер, жаңа бөлініп болсақ, енді старстығын бізде А22 тобында бүгін 3 студент жоқ. Бақыт, Жалғас, Мехия. Жылқыбаева, Бақыт, сосын Жалғасбек, сосын Аманжол, Жалғасжол. Жақсы студенттер, орнына отыра қой. Енді үй жұмысын біз себеттегі сұрақтар арқылы дайындадым. Қазір мына жерде себетте сұрақтар берілген, яғни өткен тақырып бойынша сұрақтар дайындап қойдым. Әр топтан бір студент шығып, осы сұраққа жауап беру арқылы үй жұмысына дайындығын тексеретін боламын. Бірінші номенклатура тобынан шығамын. Алкандарда ата метан, этан, пропан, пентан және бутан. Метан, этан, пропан, бутан, пентанда. Жақсы, өте жақсы отыра қойыңыз. Келесі алкандар тобынан бір студент шыға ғой. Органикалық химия терминін ғылымға енгізген ғалым. 1807 жылы швед ғалымы Берцелиус. Өте жақсы, 1807 жылы швед ғалымы Берцелиус енгізген екен. Үшінші изомерлер тобынан Азамат сен шыға ғой. Өте жақсы балдар. Барлық органикалық заттардың құрамына не кіреді? Көміртегі және де сутегі. Өте дұрыс, көміртегі және сутегі жатады екен. Номенклатура тобының шыға Дінмұхаммед. Бір сұрақ таңдай қой. Изомерлер нешеге бөлінеді? Құрылымдық және кеңістік. Құрылымдық және кеңістік болып екіге бөлінеді екен. Өте жақсы отыра ғой. Бүгін сабаққа жақсы дайындалып келіпсіңдер. Сұраққа жақсы жауап беріп жатырсыздар. Алкандар тобынан Шайдар шыға ғой. Органикалық химия дегеніміз не? Органикалық химия дегеніміз ол ішінде көміртегі және сутегі бар заттар жатады. Көміртегі және сутектен тұратын көмірсутектер тобы. Жақсы отыра ғой. Келесі Аймира, изомерлер тобынан Аймира шығады. Құрылымдық формулалар дегеніміз не? Атомдардың байланысу тәртібі сызықшамен қосатын формулалар. Өте жақсы. Отыра ғой Аймира. Бүгін сабаққа жақсы дайындалып келіпсіздер. Келесі шыға ғой Ақылбек. Функционалдық топ деген не? Функционалдық топ деген заттың химиялық қасиетін анықтайтын және қай класына жататынын көрсететін аты немесе атомдар тобы. Жақсы отыра ғой. Келесі тағы шығады. Органикалық химияны бізде алдай сабаққа. Тағы кім шығады? Шыға ғой, мына жақтан Азамат шыға ғой. Органикалық химияда қолданылатын формулалар. Органикалық химияда қандай формула қолданады дедік? Молекулалық эмпирикалық және құрылымдық. Өте жақсы. Отыра ғой Азамат.
Жақсы балдар, бүгін үй жұмысына жақсы дайындалып келіпсіңдер. Кейбір студенттер әлде талпынуы керек. Енді бүгінгі өтетін тақырыбымыз, жаңа тақырыпты өтеміз, қаныққан көмірсутектер. Қаныққан көмірсутектер. Барлығымыз дәптерімізді ашайық. Көмірсутектер деп жазып тұр, соны жазып алыңыздар. Дәптерімізді ашайық. Ашықпай. Жазайық. Қаныққан көмірсутектер алқандар. Параграф 65-ті ашамыз. Жазып алайық. Жақсы. Яғни қаныққан көмірсутектерге бізге алкандар жатады екен. Студенттер барлығын көпе айтты. Алкандардың жалпы формуласы CnH2n плюс 2 болады екен. Алкандардың ең қарапайым өкілі метан жатады екен. Метан, яғни алкандарға метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан және декан. Осының барлығы алкандар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз, яғни алкандардың жіктелуі мен гомологы, атаулары мен изомериясы, физикалық қасиеті, және оның қолданылуы, химиялық қасиеттері және алу жолдары туралы айтатын боламын. Жақсы. Жаңа айтып өткендей, алкандар дегеніміз бізде молекуласында көміртек атомдары өзара тек қана дара байланыс арқылы байланысқан, жалпы формуласы мен айтып CnH2n плюс 2 болатын органикалық заттарды айтамыз. Алкандардың жалпы формуласы мына жерде тұр. Қаныққан көмірсутектер бізде, яғни алкандар және циклоалкандар жатады екен. Алкандар және циклоалкандар. Циклоалкан дегеніміз, яғни алкан сөзіне бізде мына жерде алкандарға алдына цикло жұрнағын жалғаймыз. Сонда бізде циклопропан, циклобутан, циклоэтан, циклопентан жазыла береді. Яғни циклопропаннан басталады екен. Келесі көмірсутектер үшке бөлінеді, яғни үшке жіктеледі: қаныққан, қанықпаған және ароматты болу. Енді физикалық қасиетіне келетін болса, алкандардың бастапқы 4 мүшесі газдар, яғни бастапқы С1-ден С5-ке дейін метан, этан, пропан, бутан, пентан, яғни 5 мүшесі бізде газдар болып келеді екен. Алкандардың физикалық қасиетіне келетін болса, алкандардың бастапқы 4 мүшесі, яғни газдар болып келеді екен. Және де С5-тен бастап С15-ке дейін сұйық заттар, С16-дан бастап бізде қатты заттар болып келеді екен. Алкандардың барлығы жанғыш заттар екен, олардың барлығы да жанады екен. Алкандардың полюстік еріткіштерді ермейді, органикалық еріткіштерді ериді. Алкандар және суда ермейді екен балдар. Сұйық алкандар жақсы еріткіштерді. Метан, этан үлкен молекулалы алкандардың иісі жоқ дейді. Ортаңғы мүшелерінің өздеріне тән иісі болады екен. Енді формуласына келетін болсақ, метан бізде CH4, этан C2H6, яғни 2 көміртегі болса, мына формулаға саламыз H2N, 2N дегеніміз 2N 2 плюс 2, сонда 6 болады. C2H6 этан, C3H8 пропан, C4H10 бутан, C5H12 пентан және C6H14 гексан, осылай кете береді екен. Бұл қатарды балдар гомолог қатар деп атаймыз. Оларды гомологты қатар деп атаймыз. Енді атауларына келетін болсақ, біз алкандарды қалай атаймыз? Бізге осындай формула берген уақытта біз қалай атаймыз мынаны? Құрылымдық формуласын. Жақсы, бізде атаулар жүйесі номенклатура деп аталады. Номенклатура, яғни 3 түрлі номенклатура бар. ЮПАК жүйесі бойынша, және де рационалды, тривиалды деп 3-ге бөліп қарастырамыз. Енді мынаны атайтын болсақ, бірінші ұзын тізбекті тауып аламыз. Бізде ұзын тізбек мынау. Мына жерде неше көміртегі бар, соны санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 көміртегі болса, бұл пентан. Біріншіден осыны тауып аламыз, пентан. Енді қараймыз, мына жерде радикалдар орналасқан. Бұл радикалдар нешесінде тұр? Мына нөмірлейміз. 1, 2, 3, 4, 5 деп нөмірлеп аламыз. 5 көміртекті. Содан кейін 3 пен 4-ші көміртекте бізде 2 радикал орналасқан. Яғни бұл метил. Бізде метил екеуі. Енді бұны атайтын болса,
3 және 4-ші орында, яғни 3-4 диметил, ди дегеніміз 2 дегенді білдіреді. Диметил бұл пентан, да? Түсінікті ме, балдар? 3-4 диметил және пентан деп аталады. Келесі ұзын тізбек бізде нешеу? Біреу, екеу, үшеу, нешеу бізде? 4-еу, да? 4 дегеніміз біз бұл бутан, да? 4 бұл бутан. Енді қараймыз, мына жерде 3-ші орында 2 метил көрсетілген. Енді бұны қалай нөмірлейміз, қалай атаймыз? 3-те 2 өтір демек, 3 өтір 3, ди 2 дегенді білдіреді, ди метил бутан деп атаймыз. Түсіндік ма, балдар? Түсіндік па? Жақсы. Алкандардың изомерлеріне келетін болсақ, яғни изомер дегеніміз біз алдыңғы сабақта өттік, құрамы бірдей, бірақ қасиеттері әртүрлі болып келеді екен, да? Оның қайнау температурасы басқа болады, бірақ құрамы бірдей. Барлығында 4 көміртек және сутек атомы бар. Мына жерде бутанды қарастыратын болсақ, мына жерде бутан 1, 2, 3, 4 көміртектен тұрады және 10 сутектен тұрады, да? Осы бутанның басқа да түрлері бар, яғни ол изомериясы деп аталады екен. Түсінікті ме, балдар? Изомер дегеніміз не екен? Алынуына келетін болса, осы алкандарды қалай аламыз? Алкандарды қанықпаған көмірсутектерден алу дейді. Мына жерде С2H4-ге сутек қосу арқылы этанды алып этанды аламыз. Галоген туындылардан алу дейді. Мына жерде CH3 хлорға натрийді қосу арқылы С2H6 этанды және натрий хлоридін алып тұрмыз. Алкандарды көмірді гидрлеп өнеркәсіпте алу дейді. Мына жерде көмірге сутекті қосу арқылы метанды алдық және көп мөлшерде жылу бөлінеді екен. Метанды лабораторияда қалай аламыз? Яғни метилге CH3CO натрийге натрий OH, яғни натрий гидроксидін қосу арқылы натрий 2CO3 және метанды алады екенбіз. Натрий ацетатына натрий гидроксидін қосу арқылы бізде натрий карбонаты және метан түзіледі екен. Алкандарды осылай аламыз. Химиялық қасиетіне келетін болса, алкандардың химиялық қасиеті нитрлеу реакциясы дейді. Алкандар азот қышқылымен әрекеттесу дейді. Яғни этанға азот қышқылын қосқан уақытта С2H5NO2 және су түзіледі екен. Жану дейді. Балдар, барлық органикалық заттар жанады және де жанған уақытта бірдей өнім түзіледі. С2H6 этанға оттекті қосқан уақытта СО2 және су түзіледі. Көмір қышқыл газы, сосын су түзіледі. Тек қана алдына коэффициенттер қойып теңестіреміз. Түсінікті ме, балдар? Барлық органикалық заттар жаңа жерде бутанды көрсеткен және де 2 метил пропан немесе изобутан, мынау изомериясы бутанның. Галогендер мен орын басу реакциясына түседі екен. Этан, яғни этан дегеніміз 2 көміртегіден және 6 сутегіден тұрады, да? Қосамыз хлорды, яғни хлорды қосқан уақытта хлор этан түзіледі екен. 2 көміртегі, 5 сутегі хлор және мынаның 1 сутегі мына жерге хлордың қасына келіп орналасады. H хлор болады екен сонда. Тұз қышқылы түзіледі екен. Келесі қолданылу дейді. Алкандарды қай жерде қолданамыз? Синтездеуде, еріткіштерде, машина моторына, медицинада, каучук өндірісінде, парфюмерияда, типографияда, сірке қышқылын формальдегидін алуда қолданамыз. Келесі бізде топтық жұмыс. Жақсы балдар, сабақты түсіндік па? Жаңа тақырыпты түсінген болсақтар, топтық жұмыс, постер қорғаймыз. Бірінші номенклатура тобына өзінің атауы бойынша номенклатура деген тақырыпты беремін. Екінші алкандарға алкан деген тақырыпты қорғайсыздар және изомерлерге изомер деген тақырыпты қорғайсыздар. Бердім. Бастаймыз. Постер қорғаймыз барлығымыз. Мынаға сызамыз және
Alkanдар, болдық па? Шыға қойыңыздар, изомерлер тобы. Бірінші болып шығады тақтаны. Шығамыз. Екеуін шасына қачек. Шық тақтаға, шық. Аймера, шық. Мына жаққа тақтаға іл. Магнитке іл. Изомерлер болма, мен құрылысы бірдей, бірақ қасиеттері басқаша. Қасиеттері әртүрлі, иә. Изомерлер екіге бөлінеді, бұл құрылымдық және де кеңістік. Құрылымдық дегеніміз бұл сапалық және сандық құрамы бірдей, бірақ байланысушы атомдардың реттілігі өзгеше болады. Кеңістік дегеніміз химиялық құрылысының құрамы бірдей, ал молекулалық атомдардың кеңістіктегі орналасуы әртүрлі болатын құрылыстарды айтамыз. Жақсы, өте жақсы. Отыра қойыңыздар, изомерлер тобы. Қағазды алып кете қойыңыздар өзіңізбен бірге. Келесі, тағы кім ол? Алкандар тобы, шыға қойыңыздар. Қасына шығыңыздар. Құлшат тақтара. Сурет салыпсыздар ғой, жақсы. Біздің өртті тақырыбымыз алкандар жайлы. Алкандар молекулалары полистен қиын қосылыстар. Сұйық алкандар бір-бірімен оңай араласады. Және де сұйық алкандар көптеген органикалық заттар үшін еріткіштер болып табылады. Және де алкандар жанғыш заттар болып табылады. Алкандар жанғыш заттар болып табылады. Металл түсі жалынмен жанатын болып келеді. Металл түсі жалынмен жанатын. Алкандар медицина, еріткіш, синтез, сірке қышқылы және типографияда қолданылады. Өте жақсы, алкандар тобы. Отыра қойыңыздар. Жақсы, келесі номенклатура тобы. Шыға қойыңыздар. Дайын болдық па? Шыға қойыңыздар. Номенклатура заттар атауларының жүйесі қазіргі уақытта органикалық қосылыстар атауы үш түрі қолданылады. Бұл тәуелді, рационалды және халықаралық деп аталады. Бұл бізде 13-ші кесте органикалық қосылыстардың номенклатурасы бізде тривиалды және рационалды және жүйелік номенклатуралар. Жүйелік бізде женевалдық және де атаулар жүйесі болып бөлінеді. Келесі бізде юпак номенклатурасы орын басушы радикалдық функционалы. Тривиалды атаулар қосылыстың химиялық табиғаты жайлы түсінік бермейді. Алайда ұзын құрамдық атаулардан гөрі қолдануға қолайлы. Жақсы. Рационал номенклатура. Рационал номенклатура бойынша көмір сутектердің құрамында бір немесе бірнеше сутек атомдары радикалдарға алмастырылған метан туындылары ретінде қарастырады. Жақсы. Өте жақсы. Болдық па? Өте жақсы номенклатура тобы. Отыра қойыңыздар. Келесі тапсырма бізде әр топқа бір-бір тапсырмадан беремін. Бірінші топқа, екінші топқа және үшінші топқа. Номенклатура тобына заттың құрылымдық формуласын жазу керек. Осы параққа жаза беріңіздер. Алкандар тобына мына жерде тікпе әлде қиғаш па? Бұрынғы өзіміздің X0 деген ойымыз сияқты осы жерге белгілейміз. Алкандарды табамыз. Енді изомерлер тобына беретін тапсырмам сәйкестік тесті. Мына жерде сәйкестікті табамыз. Бастаймыз. Бастаймыз. Қай топ бірінші болады, сол тақтаға шығамыз. Маркермен жаза қойыңыздар, көңілі үшін. Иә. 2,3 диметил пентан. Алдына көрсеттім осы сіздерге. H3-ті. Мына жерге күндекер болдыңыздар ма? Изомерлер тобы. Шыға қойыңыздар тақтаға. Өте жақсы. Сәйкестік тесті. Сәйкестік тестін қазір қарайым, мен тексерем. Метанға оттек қосқанда, яғни жану реакциясы CO2 және H2O.
Дұрыс. Екінші C2H6-ға хлорды қосқанда C2H5 хлор және тұз қышқылы түзіледі. Өте дұрыс. Так, CH4 метан мына жерде ыдыраған уақытта C2H2 және H2 түзіледі. C2H6 В депсіздер. 4, 6. Дұрыс. Және CH4H2O мына жерде CO және H2 дұрыс. Жақсы. Алаңыз тапсырмаларыңызды жарайсын. Шағымды. Алқандар тобы. Біздің алқандардың формуласы осылар. Біз оны қылып белгіледік. Кірпе қиғашпа алқандарды табу. C2H6 этан, C3,1,2,3 метан этан, пропан болды. Пропан, мына жерде бутан. Жақсы, жарайсыздар. Мына жерде жарайсыздар. Ала қойыңыз. Бұл алқандар тобы. Келесі изомерлер тобы болды па? Изомерлер тобы. Шайып тақта. Жақсы, изомерлер, номенклатура тобы шыға қойыңыздар. Болды па? Метил, пентан. Келесі бізде А есімі. Қазір тексерейік. Пентан. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде сутек 3, 2, H1. Так, 2 нөмірлегенде 1, 2, 3, 4, 5 деп нөмірлеген уақытта 2 мен 3-те метил бар. Ол дұрыс. Келесі. Келесі А2-2 диметил бутан. Диметил бутан. Бұдан болса бізде 4 көміртегі. 1, 2, 3, 4. Мына жерде сутек артық. Нөмірлеген уақытта 1, 2, 3, 4. 2-де 2 диметил, 2-де 2 метил бол. Дұрыс. Келесі 3 бізде 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші орында тетраметил гексан. Гексан 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және 2, 3, 4, 5-те бізде метил орналасқан. 3, 1, H1 дұрыс. Ең соңғысы бізде 2 метил пропан. Пропан бізде 3 көміртегі, 2, 3 және екінші орында метил бар, да? Дұрыс, өте жақсы, жарайсыздар. Отыра қойыңыздар. Қағазды ал. Отыра қой. Жақсы студенттер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі бізде білім қоржыны деп аталады. Бұл жерде, яғни осы сабақты өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды. Мен сабақты жақсы түсіндім. Тақырып бойынша әлі де ізденуім керек деген 3 қоржын тұр. Алдыңызда берілген мынадай стикерлерге аты жөніңізді жазыңыздар. Осы 3 қоржынға келіп жапсырасыздар мына жерге. Сосын мен қай студент түсінді, қай студент түсінбеді, соны барлығын қарайтын боламын. Мына стикерлерге аты жөндеріңізді жазыңыздар. Ана қоржынға әкеліп салыңыздар. Өте жақсы түсіндім дейді Әсел. Келесі Азамат өте жақсы түсініпті. Жақсы студенттер, кері байланыстарыңызды көрдім. Біреулер жақсы түсінген, біреулер өте жақсы түсінген. 2 студент әлде ізденуім керек дейді. Бүгінгі өткен тақырып бойынша тағы да сұрақтар қоямын. Яғни алкандардың жалпы формуласы қандай дедік? Кім жауап берер екен? Азамат жауап берер. Дұрыс айтасың. Алкандарды атаңыздар. Кім атайды алкандарды? Алканды кім атайды? Атай ғой. Метан, этан, пропан, бутан, гексан, кефтан. Өте жақсы Ақылбек. Бүгінгі сабақты түсіндік па? Барлығымыз түсіндік қой. Өте жақсы. Енді бағалайтын болсам, бүгінгі сабаққа белсене қатысып отырған Дінмұхаммед, Айжан және Аруна өте жақсы, Айдана өте жақсы қатысып отырды. 3000-ге 5 деген бағаны қоямын, яғни 90 балл қоямын. Келесі алкандар тобынан Нұржанат жақсы қатысып отыр сабаққа. Ақылбек белсенді болып отыр.
Асел белсенді және Шайдар. Келесі изомерлер тобына келетін болсақ, Аймира өте жақсы, 90 деген балды қоямын. Азамат өте жақсы дайындалып келген, 90 деген балды қоямын. Үй жұмысына да және де бүгінгі сабаққа өте белсенді қатысып отырды. Қалған 3 студент әлде талпынуымыз керек та, әлде өзіміз қарауымыз керек тақырыпты да, келесі сабақта мұқият қарап дайындалып келеміз. Егер осы тақырыпты аламыз, және де келесі сабақта сұраймын. Жақсы балдар, сау болыңыздар, сабақ аяқталды.